Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Лайк басып тіркеліп отырсаңыздар болады. Бүгін біз таңғы асқа тез және дәмді болып шығатын оладушкиді әзірлейміз. Бізге ең басты қажет құрам бұнда 200 грамм ірімшік, 60 грамм сұлы жармасы, 2 жұмыртқа, 20 граммдай құрғақ жеміс. Құрғақ жемісті алдын ала ұсақтап турап алсаңыз болады. Құрғақ жемістерге қалауыңызша өрікті, мейізді, финики, тағы да басқа жемістерді қоссаңыз болады. Және де балаларыңыз тәтті жақсы көретін болса, бал қоссаңыз болады шамалы. Немесе қант қосыңыз бал болмаса. Мен бірақ қантсыз құрғақ жеміс өзі тәтті ғой деп қоспадым. Ең алдымен жаңағы ірімшікті жақсылап езіп аламыз. Сізде блендер болса блендермен, болмаса вилканың көмегімен. Содан кейін құрғақ жемістерді, сұлы жармасын, 2 жұмыртқаны қосып, жақсылап асықпай, әдемілеп араластырып аламыз. Қою қолға жабыспайтын масса шығады. Сол массадан біз құймақтар дайындаймыз. Алдымен, егер сізге сырники түрі ұнап жататын болса, сондай форма жасап, солай пісірсеңіз болады. Ал мен вилканың көмегімен өзім дөңгелетіп форма жасап, соны пісірдім. Алдымен орташа отта қызып тұрған табада майсыз осы дайын массамызды салып, әдемі дөңгелетіп форма жасаймыз. Бірнеше форма жасағаннан кейін 3-5 минутқа астық қызарғанша қақпағын жауып қоямыз. Себебі қақпақтың астында сұлы жармасы әдемі болып жұмсарып піседі. Екінші жағы қызарғаннан кейін тағы да ауыстырамыз. Тағы да солай қақпақпен жауып піскенін күтеміз. Дайын болған құймақтарымызды тарелкаға салып, әдемілеп қалауыңызша әрлейсіз. Әркімде әртүрлі әрлеу болады. Менде бұл жолы қаймақ пен қарақат қосылған тосап. Алдымен дайын болған оладушкиларымыз тарелкаға салып, үстіне қаймақтан қалауыңызша жағасыз. Одан кейін тосапты жағуыңызға болады. Ал егер сізде үйде әртүрлі сироптар, тосаптың басқа түрлері, немесе бал, шоколад болса, оны шоколадты да ертіп үстіне құйсаңыз болады. Бұл өте дәмді болып шығады. Және сіздерге, және балаларыңызға, отбасыңызға күні бойы тойымды күш-қуат беретін таңғы ас болып табылады. Сондықтан үй жағдайында 10-15 минуттың көлемінде таңертең балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, сұрақтар қойып, жазылып отырсаңыздар жақсы болады. Сіздерге алдын ала алғысымды айтамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийлер қалдырсаңыз ризашылығымды білдіремін.